бірдеңе ілініп қалған ба? Не ілініп қалған? Төбеден бірдеңе әкеліп жатыр ма не? Құрылыс материал сататын жерге келдік. Охранник болып істейтін әпкеміз осы жақтап тұрады екен, ойлаңыздаршы. Мұнда үйге кіретін жол жоқ, құрылыс материалдардың арасымен өтіп жатсың да. Саламатсыздар ма? Қарекет қорынан келіп қалдық. От жаққан ғой, түтін шығып жатыр. Ана төбесінен өрт шығыптар. Мәссаған. От жаққан кезде түтін қауіпті ғой негізі адам өмірінде. Бұлай қаншама отбасылар кетіп қалып жатыр. Балалар үшін қорқам негізі, ша алаңдап. Қанша балаңыз бар? 5 бала. Қыстың күні кәдімгідей суық. Кейде баламды алып аламын жаныма, киіммен ұйықтайды. Қазірдің өзінде кәдімгідей жөтеліп ауырып жатыр. Жалғыз өзіңіз өсіріп жатырсыз, Я жалғыз өзім. Әкелерімен ажырасып кеткен. Ол жағын балаларым қазір жетпей қойғаншы. Мектепте еден жуушы болып жұмысқа кірдім. Жақын жерден жұмыс істемейді, аналарды тастай алмаймын. Мастар көп жүретін жерде. Наркомандар бар. Өзімнің көргенімді балалар көрмесінші деймін. Балаларым үшін тау болып барамын. Үйім болса деймін, ешкімге бой бермейін деп тұрмын үшін. Осылар өздерінің үйінде уақытылы жуынсақ деймін, балалар. Бұндай суық үйде қыстың күні шомылдырып алмаймын. Осы орналасқан жерде дронға түсірек дегеніміз ғой үстінен. Түсіріп атсыз ба? Орналасқан жерді түсіріп атсыз. Дронымыз қайтып келе жатыр. Мынаған бірдеңе ілініп қалған ба? Не ілініп қалған? Не мынау? Төбеден бірдеңе әкеліп жатыр ма не? Не әкеліп жатыр мынау расында да? Мынаны қараңыз қалай күшті, иә? Өзіңіз ашып көріңіз енді мынаны. Өзіңіз ашып көріңіз. Ал құтты болсын. Бұл қарекет қорынан сізге жаңа баспананың кілті. Рахмет сіздерге. Қанша күттімші. Ой, мама, не мама. Алла разы болсын. Алланың нұры жаусын сіздерге. Халқыма рахмет, қарекет қорына рахмет. Шын осы сөзді айтсам ғой, қашан айтам деп күттім шыны керекші. Жаңа үйіңізді барып көрейік бе? Әрине, асыға жүгірем ғой. Зал, кухня, ыдыс жуатын машина, киім жуатын машина барлығы бар екен. Жатын бөлме. Рахатай. Осындай бір бөлмеде жаттық қой, бәріміз. Балалар бөлмесі болады сияқты. Өздерің үйлерің енді дақсыздар ма? Осындай дастархан жайылып тұра берсін, ешқашан жиылмасын. Айтарға сөзім жоқшы. Қарекет үзбей көремін. Бәрі пранкын көріп алдым мен деймін да. Енді маған пранк тастаса сенбеймін деп ойлайтын. Бірақ бағана пранк тасталып қалдым мен. 1700-ге жуық баспананы қарекет қоры елге сыйлап жатыр. Бұл деген негіз өте үлкен сан. Өздеріңіз қолдай беріңіздер, 10 мың, 100 мың санға жеткізе берейік.